Қызылорда облысының 60% ауылда тұрады. Олардың 90%-на жуығы егінмен айналысады. Жыл өткен сайын диқандар үшін су тапшылығы қолбайлау болып келеді. Осы ретте бүгін Сырдарияның Жаңақорған ауданындағы бөлігіне үрлемелі бөгет пайдалануға берілді. Ұзындығы 105 метрлік үрмелі бөгет резеңке маталы полимер пленкалы синтетикалық материалдан жасалған. Биіктігі 3,5 метрге үрленетін тоспа беріктілік, иілгіштік және бүтіндікті сақтай отырып судың деңгейін көтереді. Дария арнасына су аз құйылатын жаз мезгілінде гидроқұрылғы іске қосылып, нәтижесінде Келінтөбе каналы толтырылып, маңайдағы 40 000 гектар егіс алқабына су жеткізіледі. Бір жағынан жаңа мынау Келінтөбе каналының деңгейін көтеріп беру. Екінші жағынан мына өзі иінде мұз тіреледі. Сол мұз қазір тірелмейді деген есепте. Біздің жобалаушылар да бәрі сонда есепте алып отыр. Негізгі жоба бойынша өзі мынаның ені 6 метр болу керек. Бізде 20 метр. Себебі біз уже нықтап отырмыз. Кейін қауіп төнбесін, елді мекенді алмасын деп. Дарияның бөгеу жұмыстары өте қиындыққа ұшырайтыны рас. Өйткені оңай емес. Айта кетуіміз керек, бұл құрылыс, үрмелі су өткізу құрылысы өте аз дүние жүзінде. Мына СНГ дейміз, бұрынғы мемлекеттерде бұндай үрмелі құрылыс жоқ. Үрмелі бөгет негізгі мерзімнен ерте 10 айда салынды. Гидротехникалық құрылыстың ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы қоршаған орта және су ресурстары министрі Нұрлан Қапаров бастаған су мамандары қатысып, нысанның тиімді тұстарына тоқталды. Маңызды объект іске қосылды. Плотинаның салуға біздің министрлігіміз 1 миллиард қаражат бөлген еді. Бұл жобаға жылына 500 миллион кубометр суды үнемдеуге көмектеседі. Облыста 227 000 гектар суармалы жер болса, оның 179 000 гектары инженерлік жүйемен тексерілген. Биыл жылы 157 000 гектарға егін орналасты. Ауылдың жағдайын көтеріп кету үшін бізге осы судың тапшылығына байланысты Орта Азияда бұл жағдай. Біз осы үрмелі су бөгетінің құрылысына өте мүдделі болдық. Осы жобаны бүгін іске асырып отырғанына қуанып отырмыз. Кенезесі кепкен арық атыстар бойына тіршілік нәрін жеткізетін мұндай үрмелі бөгет келер жылы Шиелі ауданында да салынбақ. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда.